Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қаңтардың 21-і, сабақтың тақырыбы қағаздан ойыншық жасадық. Оқу мақсаттары: белгілі бір тақырыпты әңгімеге қатысып, ойын толықтыру. Өз бетінше шағын мәтіннен көптік, тәуелдік, жіктік жалғаулы сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолдану. Сабақ мақсаттары: тірек сөздер, сызбалар, суреттер, символдарды қолданып, мәтін құрастыру. Сабағымызда қолданылатын жаңа сөздерге назар аударайық. Қылқалам, қылқалам, ою, қию, өрнек, бояу, желім. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтып үйренеміз. Қылқалам, өрнек, қию, желім. Грамматикалық қоржын: сөздің жазылуы мен айтылуын есте сақтаймыз. Қылқалам, қылғалам, ою, ою, өрнек, өрнек, бояу, бояу, қию, қию. Мынау қайшы. Қайшымен қиямын. Мынау қылқалам. Қылқаламмен бояймын. Мынау желім. Желіммен желімдеймін. Қайшы, қылқалам, желім. Қайшымен қиямын, қылқаламмен бояймын, желіммен желімдеймін. Қиямын, бояймын, желімдеймін. Бірінші тапсырма: суретке қарап сөйлемдер құраңыз. Бұл жерде қылқалам, қию, бояу сөздерін қолданамыз. Біз қағазды қиямыз. Біз ойыншықтар жасаймыз. Саша түлкінің суретін бояды. Қағазды қиямыз. Ойыншық жасаймыз. Саша түлкінің суретін бояды. Екінші тапсырма оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқы, мәтіннен жіктік жалғауы бар сөйлемдерді тап. Бүгін демалыс. Саша екеуміз қағазға түрлі өрнектердің суретін салдық. Мен қағазды қидым. Саша оны бояды. Өрнектерді желіммен жапсырды. Оны үйге іліп қоямыз. Біз қағаздан әртүрлі ойыншық жасадық. Саша түлкі жасады. Мен оны боядым. Өзіңді тексер. Мен қағазды қидым. Саша түлкі жасады. Мен оны боядым. Желіммен жапсырды. Іліп қоямыз. Мен сендерді дұрыс жауап берді деген ойдамын. Үшінші тапсырма жазылым тапсырмасы. Сурет бойынша сөйлемдер құра. Кім не істеді? Мынау Маша. Ал мынау Андрей. Ал мынау Даяна. Маша не істейді? Андрей не істеді? Даяна не істеді деген сұраққа жауап жаз. Ал балалар, жас болсаңдар, жауаптарыңызбен танысайық. Менің атым Маша. Мен қағазды қидым. Оның аты Даяна. Ол сурет бояды. Андрей сурет салды. Сіздердің де жауаптарыңыз осындай болды деген ойдамын. Келесі тапсырма: диалогты толықтырып айтыңыз. Бүгін демалыс.
Саша мен Әлібек қағаздан ойыншық жасады. Әлібек қағазды қиды. Саша оны бояды. Олар қағаздан әртүрлі ойыншық жасады. Өзіңді тексер. Бүгін қандай күн? Бүгін демалыс. Саша мен Әлібек не істеді? Саша мен Әлібек қағаздан ойыншық жасады. Әлібек нені қиды? Әлібек қағазды қиды. Саша не істеді? Саша оны бояды. Олар қағаздан не жасады? Олар қағаздан әртүрлі ойыншық жасады. 5-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып жаз. Тиісті қосымшалар д, м, ң. Үлгі. Мен қағазды қидым. Дәптерімізді ашып, жазайық. Келесі тапсырма. Берілген сөздерді қолданып, мәтін құрап жаз. Ал балалар, осы сабақта тақырыпты әңгімеге қатысып, өз ойларыңды жеткізе алдыңдар. Өз бетінше мәтін бойынша көптік, тәуелдік, жіктік, жалғаулы сөздерді ауызша, жазбаша қолдана алдың ба? Иә, балалар, өте жақсы. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.